Қарызға кіріп кетіп, ақшадан берекет келіп, не істеріңді білмей жатсың ба? Мен тыныш онда. Мен де біраз уақыт бұрын солай қарызға кіріп кеттім да. Тура сен сияқты болдым. Қарыз бүкілі звондап жеп жатыр. Банк бар, адамдардан қарызы бар. Шыға алмаймын. Ақшадан берекет кетіп қалды. Содан мен өз-өзіммен жұмыс жасай бастадым, іздене бастадым ғой. Сол кезде түсінген нәрсем, мен ішкі қалауларды естімей қойғам ғой. Қарызға кірудің, ақшадан берекет кетудің ең үлкен себептерінің біреуі ішкі қалауларды тыңдамау. Мысал үшін, сен ақша тауып жатырсың, бірақ өзіңе қимайсың. Мен де тура солай бала шағама, әйеліме, туған туысқандарыма деп берем, солардың жағдайын жасауға тырысқанда, бірақ өзімді ұмытып кеткен ғой. Өзіме бір жақсы нәрсе сатып алуға, өзіме бір жақсы покупкалар жасамай қойғам да. Яғни мен бір тренажерға барғым келеді, оған бармаймын, ақша қимаймын. Мысалы үшін шетелге шыққым келеді, ақша қимаймын. Сонда біраздан кейін жайлап уже сенің энергияң кете бастайды да, жұмысқа желаниең қашып кетеді, жайлап теріс қарай кете бастайсың. Осы нәрсені түсініп, тапқан табысымнан определенный бір суммасын өзіме жарата бастаған кезде, жайлап қайтадан қарыздан шыға бастадым. Яғни жұмысқа желанием көтеріле бастады. Сондықтан, достар, ішкі қалауыңызды бір қараңыз. Ішкі қалауыңыз. Не қалайсыз? Енді әрине, бірден машина, үй деп кеткенге миыңыз сенбейді. Мысалы үшін 300 мың теңге айлық табатын болсаңыз, хотя бы 10-15% өзіңізге жаратыңызшы ай сайын. Ішкі қалауларыңызға. Білмеймін, массажға барыңыз, білмеймін, бір нәрсе сатып алыңыз, қымбат ресторанға барып көріңіз, болмаса бір тренажерға жазылыңыз, бассейнге барыңыз. Мысалға, үйіңізде алтын жұмыртқа туатын тауық бар делік. Сол алтын жұмыртқа туатын тауыққа айтпайсыз ғой, басқа тұрмашы, туш дейсіз, ана қарыздарымды жабуым керекпін деп қарамайсыз оған. Өйткені ол алтын жұмыртқа туып жатыр. Яғни ол ақша келіп тұр ғой. Оған сіз дұрыстап қарайсыз, витаминдерін бересіз, тамағын дұрыстап бересіз, суын дұрыстап бересіз, жылы жерге жатқызасыз. Сол сияқты сіз де алтын жұмыртқа туып жатқан жаңа тауық сияқтысыз ғой. Сіз ақша тауып жатырсыз. Егер сіз өзіңіздің ішкі қалауларыңызды естімейтін болсаңыз, ақша таппайсыз. Менің есімім Қайрат Әшімханұлы. Мен ер мен әйелдің ара қатынасы және қарыз экспертімін. Мышлениемен жұмыс жасайтын маманмын. Маған тіркеліп қойыңыз. Пайдалы ақпараттар көп болады.